кезекті қайта қарауға жіберген мына кісінің несін жұмысын. Міне қарап тұрсаңыздар, ескертпеге құжаттар дұрыс жүктелмеген, құжаттар сай емес деп қана жазып қойған. Мына жерде толық түсіндірме жазылу керек. Сосын қай құжаты дұрыс емес, мына жақта да қызылмен белгіленіп тұру керек. Сосын мысалы жоғарыға 3 балл қойғанбыз, оларда 3 балл қойған, 0 балл қойғанбыз, 0 балл қойған. 60-80% сертификаттан өту тоже 4 балл қойған. 4 балл қойған, 4 балл қойған. Егер дұрыс емес болса, мына жерге 0 балл қойып, или 3 балл қойып, или 2 балл қойып, білмеймін. Дұрыс емес болса көрсету керек. Ал басқа бұл кісіде басқа құжат жоқ мына жақта. Кейде мектептер осындайда жауап береді. Сол үшін мектептерден сұрайтыным, пожалуйста, ескертпеге анық жазсаңыздар. Мысалы, диплом қате, дипломның бағалары жоқ болса, бағалары жоқ деген сияқты. Мысалы, ОЗП нәтижесі, ОЗП-ның срок өткен, или 0,75-ның срок өткен деген сияқты ескертпелерге мына жерге толықтырып жазу керек. Енді мына кісі не үшін қайта қарауға жібергенін түсініп отырған жоқпын. Бірінші бетінде де ешқандай қызылмен жазылған ескертпелер жоқ. Бәрі дұрыс, құжаттардың бәрі орнында тұр. Өзім жүктеп бергім.